Абай Құнанбайұлы 4-ші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафыл көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр қалып, ғафыл көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафылды көп өткізіп, онысы елемеген кісінің не дүниеден, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинарлық болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кенші болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығынан уайым қайғылы қылған, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды қарекет табу керек, қам қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Уайым қайғыны орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамығылып қалмақ. Ол өзі де бір ант тұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсен, оған рахаттанып күлме, ыза болғаннан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзінде салынбасын. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсен, оның жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтанғаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан онымен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатын қайда екенін білмей, бірін-бірін аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екіншісі өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсан, қара жер де береді, құр тастамайды.